Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін келтіретін және де жасалу жолы өте ерекше болып келетін чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдағы келе жатқан айт мерекелеріне жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа саламыз, қант саламыз және де тұз саламыз. Сұйық май құйып, үстінен жылы су құямыз. Енді ұнға разрыхитель қосамыз. Алдыңғы массамызды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Міне осындай қатты емес жұмсақ қамыр болып шығуы қажет. Енді қамырымызды үстелдің үстіне қойып, осылай қолымызбен айналдыра отырып қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Июі қанған қамырды осылайынан екі бөлікке бөліп аламыз. Бірінші тестамызды алып, кукурузный крахмалды не болмаса ұнды қолдана отырып қамырымызды жаямыз. Міне біздің қамырымыз өте жақсы, әдемі болып жайылды. Осындай қағаз секілді өте жұқа болып шығуы қажет. Енді жайылған қамырымыздың арасына ұн сеуіп отырып, видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Енді қамырымыздың шет жағын аздап сулап отырып, осылайынан жабыстырамыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, әр қамырымызды 1-1,5 сантиметрден өлшеп отырып, осылайынан қиғашынан кесіп шығамыз. Кесілген қамырларымызды осылайынан ортасынан ашамыз. Келесі екінші қамырымызды осылайынан 4 бұрышты етіп кесіп алсаңыздар болады. Не болмаса алдыңғы видеодағыдай орай берсеңіздер де болады.
Ораған кезде арасы жабысып қалмас үшін шамалы ұн себеміз. Енді видеода көрсетілгендей етіп жақсылап орап шығамыз. Шет жағын аздап сулап жабыстырамыз. Қамырымызды осылай қиғаш кесіп, арасын видеода көрсетілгендей етіп ақырын ашып шығамыз. Майымыз толықтай қызғаннан кейін чак-чактарымызды ақырын салып отырып, екі жағында қызартып қуырып аламыз. Міне біздің чак-чактарымыз өте әдемі болып қуырылды. Дәл солай қалғандарын да қуырып аламыз. Енді сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы су, қант және де бал қосып, біздің қантымыз толықтай ерігенше жай отқа қоямыз. Қант толықтай ерігеннен кейін отты өшіреміз. Міне біздің сиробымыз дайын болды. Дайын сиропқа біздің чак-чактарымызды осылайынан батырып отырып, тарелкаға ақырын орналастырамыз. Дайын болған чак-чактың үстіне жаңғақты майдалап, үстіне себеміз. Міне біздің чак-чактарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше.